Баршаңызға сәлем. Бүгін осылай бір жасағаннан-ақ шығатын өте үлпілдек пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Және де менің арнама тіркеліп, маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне дәміне қарай шым-шым тұзымызды қосып, және алдын ала өлшенген қантымызды салып, жақсылап, аппақ көпірік болғанша көпіртіп араластырып аламыз. Егер сіздердің миксерлеріңіз болмаса, қолмен де араластыра берсеңіздер болады. Ең бастысы жақсылап көпіргенше араласу керек. Жұмыртқаның жақсылап көпіруі ол пирогымыздың көтерілуіне тікелей әсер етеді. Міне видеодағыдай осылай ақ көбік болғанша көпіртіп алып араластырып аласыздар. Және де мен бұл пирогты айранмен емес, майонезбен жасағым келіп тұр. Нақты қанша мөлшерде қосу керектігін астына жазып кетемін. Міне майонезді қосып, тағы да бір араластырып аласыздар. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Бір шай қасық қопсытқышымызды салып, осындай миксерді қоспай, жай ғана қолымыздың көмегімен біркелкі араластырып, тестамызға араластырып аламыз. Себебі миксерді қоссаңыз, бірден ұрпақ болып ұшып кетуі мүмкін. Ал алдын ала өлшеген ұнымызды да 2 бөлікке бөліп, осылай қолымызбен сосын миксердің көмегімен араластырып аламыз. Алдын ала өлшенген ұнымыздың қалған бөлігінде салып, біркелкі массаға келгенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Егер ыдысыңыздың шетінде қалып қойған болса да, миксеріңізді тоқтатып, лопатканың көмегімен бір араластырып, тағы да миксеріңізбен араластырып алсаңыз, барлығы біркелкі араласып жақсы шығады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Консистенциясы осындай қою болады, сұйық болмауы керек. Мен 24 диаметрлі формаға салып пісіріп жатырмын. Егер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген диаметрге, кез келген формаға пісіре берсеңіздер болады. Алдын ала пешімізді қыздырып, 180 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің ең жұмсақ, ең дәмді пирогымыз пісті. Формасынан суығаннан кейін кескендеріңіз дұрыс, себебі бөлініп жарылып кетуі мүмкін. Пирогтың сіздерге бөліп арасын көрсетейін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандағыңыздай арасы таза піскен, және де түсі де өте әдемі, жұмсақ, нәзік, дәмді пирог болып шығады. Және де рецептке кететін заттарда қолжетімді, сіздер де жасап көріңіздер. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.